Балалар күніне орай Мұрат Өскінбайұлы атындағы облыстық филармониясында жас дәурен ансамблінің шығармашылық кеші өтті. Үкілеген үмітім атты шығармашылық кешке 60-қа жуық өнерпаз балалар қатысты. Елдегі карантиндік талаптарға байланысты залдағы орын саны шектелді. Соған қарамастан шығармашылық кешке жиналған көрерменнің қарасы қалың. Ұстаз үшін шәкіртінің өнер бәйгесінде оза шапқаны жеңіспен пара-пар. Шығармашылық кеште өнер жолындағы баспалдақтарын жас дәурен ансамблінде бастаған талантты шәкірттер арнайы бейне түсірілімдер дайындап, ұстаздарына жолдады. Айта кетейік, Нұрсұлу Жұмабаева жас дәурен ансамблін 2001 жылы құрып, осы уақытқа дейін түлектің 3 легін өнерге баулып шығарған. Бүгінгі балалар мерекесіне орай Үкілеген үмітім атты жас дәурен ансамблінің 20 жылдық шығармашылық кешімде 60-қа жуық шәкірттерім өздерінің өнерлерін көрсеткелі тұр. 2001 жылдан бері оқыған 3 түлектерім бітіріп, кейбір шәкірттерім өнер жолын жалғастыруда. Бүгінде міне 6 жылдай менен тәлім алған жас дәурен ансамблінің 4-ші түлектерім де бітіргелі тұр. Шәкірттеріме ұстаз ретінде сәттілік, ақ жол тілеймін. Өнерпаздардың алға қойған мақсаттары айқын. Ансамбль құрамы домбырада ойнауда әбден машықтанып алғандары көрініп ақ тұр. Олар алдағы уақытта да өнер айдынында биік белестерді бағындырары сөзсіз. Дәметкен Саматқызы, Мұқағали Нұрдәулет, Ақтау Ньюс.